Сенің қатының қанағатсыз болса, сен бай еркек боласың, сен күреп тұрып ақша табасың. Ақша тапқысы келген еркектер осы видеоны соңына дейін көріп, ақша таппай жүрген жігіттермен бөлісіп кетіңіздер. Мен тақырыпты ашамын. Қараңыздар, қалай энергия жұмыс жасайды. Әйел ол үйде отыратын хозяйка. Оған не керек сенен? Сенен керек тек қана қарым-қатынас, и сенің көп ақша тапқаның керек та. Как только әйелдің санасында ақша деген дүние пайда болады, бітті, оның энергиясы түсе бастайды. И сенің де энергияң түсе бастайды. Ол нені ойлайды? Ол балаларын асырау ойлайды. И ол, енді сөйтсе ғылымына жүгінетін болсақ, бізде компетенция деген бар. То есть төртінші компетенцияда мақсат қояды, ол ақша табатын мақсат қояды. Сіздер байқайсыздар ма? Бүгін өте көп бизнес-ледилар бар. Өте көп абьюзерлар бар, именно еркектер. Неге? Өйткені әйел жауапкершіліктің бәрін түгел өзінің мойнына алды. Ақ боз атқа отырды, тойсана, енді қазіргі таңда ол көлік қоя, ақ боз атқа. Ол отырды, кім үшін? Баласы үшін, балалар үшін ол бизнес жасайды. Балалар үшін түнгі сағат 12-ге дейін жүреді. Балалар үшін ақша табады. Балалар үшін өзін жертва қылады. Именно мына жақта ол уже дұрыс емес энергияда. Енді не істеу керек? Асаған нормально да, удобно да, жатқан диванда, чтобы ол сенің әйелің ақша табу керек та. Еркек емес, енді ез деп айтсам қазір слишком болып кетеді ма? Уже айтып қойдым ғой енді вообще-то да. Но мүмкін егерде Қазақстанның еркектері осы видеодан кейін оянса, тіпті жақсы болады. Сондықтан да ешқашан әйелге не то чтобы ол право, да, ол праваны сенен сұрамайды да. Өйткені сен асырамайтын болсаң, ол өзінің отбасын асырайды. Өйткені әйел ол производственник қой. Еркек бала туа алмайды ғой. Әйел туады да, 9 ай, 9 күн ол баланы көтеріп. Кез келген ана сол бала үшін жанын беруге дайын. Но еркек ол үшін дайын емес. Еркек неге дайын болады да? Еркек әйелдің жағдайын жасауға дайын болады, когда әйел оған махаббат берген кезде. Бұл жақта мынандай ғой, взаимовыгодный отношение болып тұр ғой. Сондықтан бұл жақта еркектерге кеш үйге келу керек қой. Кеш дегенде андай қыдырып кетіп емес, енді кафеде жүріп емес, олай емес та. Просто еңбек етіп, көбірек ақша табу керек. И сол кезде сенің еңбек еткенді көрген әйелдің санасында тыныштық болады. Оның программасы солай жұмыс жасайды да. Өзімнің де басыма кезінде ол өткен, содан кейін мен прямо точности ғылым тілімен бүгінгі таңда сөйлей аламын да. И когда сенің әйелің ақшаны ойлай бастаған кезінде, ол уже дұрыс емес. Поэтому енді еркектерге қандай совет? 3 жұмыс жаса сен, 2 жұмыс жаса, да. Чем больше сенің әйелің ақшаға тоймайды, тем больше ол комфортқа толмайды, значит, чем быстрее сен көтерілесің. Ол әйеліңе сен жалдамды квартирада тұрсаң да, әйеліңе комфорт создавать ету керек. Мынандайлар болады ғой, который экономить ететін еркектер болады. Енді олар либо 8-дік, либо месе 8, сондайлар болады ғой. И сол моментте энергия түсіп кетеді да. Комфорттан ақшаны аяуға болмайды. Әрине, наверное, сіздер былай айтуларыңыз мүмкін, я. Мен 200 мың теңге тапсам, мен айына 300 мың теңге тапсам, мен өзіме қалай позволить етем. Қараңыздар енді. Мына моментті прям внимательно тыңдаңыздаршы. Сен как только өзіңнің әйелің үшін, өзіңнің бала-шағаң үшін сол комфортты позволить етесің, сол моменттен бастап Құдай сені қолдайды да, и саған басқа жұмыстар табылады. То есть саған 500 мың емес, уже саған миллионның жұмыс табылады. Миллион емес, саған 2 миллионның проекті келеді. Түсініп отырсыздар ма? Поэтому мына жақта уже работает закон позволения. Қандай сен позволить етесің, өзіңнің семьяңа комфортты, тура сондай деңгейде саған ақша түседі. Егерде сен сол ақшаны қысатын болсаң өзің семьяңнан, естественно, сенің айлығында түседі одан. Поэтому бұл жақта өздеріңіздің отбасыларыңыздан ешқашан ақшаны аямаңыздар. И еркектерге тағы да мынандай кеңес. Жиі өздеріңіздің келіншектеріңізге сыйлық жасап тұрыңыздар. И когда сен сыйлықты әкелген кезінде, ана әйел довольно риза болған кезде, саған Құдай беріп тұрады. Құдай береді. Обязательно порядке осы методиканы жасап көріңіздерші. Это просто практически уже методика, это прямо рабочая методика, да, и в обязательном порядке жасаңыздар. Еркектер обычно не істейді. Айлық алды ма, барады да пиво ішеді.
айлық алдыма барата достарыма 100 грамм ішеді. Но сол моментте нәпсіңді тыйшы, пожалуйста. Сол 5-6 мың теңге, 10 мың теңге, 25 мың теңге отырасың, иә? И сен қиясың соны. Но сен сол 20 мыңға, 10 мыңға, сен прямо барда сол күні өзіңнің әйеліңе подарка жасашы. Екінші күні саған басқа ұсыныс түседі. 100% прямо гарантия. Жасап көріңіздер, пожалуйста. И міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Осы сіздердің алған методикадан, техникадан өмірлеріңіз қалай өзгеріп жатыр. Ол өте маңызды. Прямо рабочий инструмент. Поэтому жасап көріңіздер. И комментарийға міндетті түрде жазыңыздар.